Пайғамбар мен мұсылмандар Дарул Аркамда. 615 жыл. Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық түскелі 5 жыл өткен. Құрайш мүшриктері азғындай түскен, мұсылмандарға күн көрсетпейді. Тағдыр тауқыметі талай тура жолдағыларды тықсырғанмен, иманның ләззатын татқандар өліспей беріспеуге бекінген. Дегенмен ашық түрде ғибадат жасау мүмкін болмай қалғанды. Ислам мен иман ақиқаттарын көпшілікке үйретіп, Аллаға емін-еркін құлшылық қылу үшін сенімді орын қажеттігі туды. Алла Расулы өзі бас болып ғибадатханаға қолайлы жер іздеді. Ақыры кеңесе келіп, Сафа төбесінің шығысында, тар, тұйық көшенің қалтарысында орналасқан Әркам ибн Абул Әркамның үйі таңдалды. Әркам алғашқы мұсылмандардың бірі еді. Оның үйі кіріп шығуға қолайлы, көзден таса, әрі сырттан келген кеткендерді бақылауға оңтайлы. Мұнан былай пайғамбарлар сәруары Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам осында ұстаз, тұңғыш мұсылмандар оның тәліміне мойын сұнған шәкірттер. Дарул Аркам, яғни Әркамның үйі аталған құтты мекенде үйренген дәріс тағылымдарын мүмин шәкірттер мүмкіндік шеңберінде өзгелерге жеткізіп бақты. Сөйтіп Дарул Аркам пайғамбарымыз ұстаздық еткен тұңғыш медресе, бірінші ислам университеті ретінде тарихқа алтын әріптермен жазылды. Хазіреті Омар мұсылман болғанға дейін Алла елшісі ислами тәлімгерлік міндетін осы жерде атқарды. Хазіреті Омар бастаған бір қатар сахабалар осы үйді иман нәрімен сусындау құрметіне ие болды. Дарул Аркамды кейіннен Әркамның әкесі өз ұлына ешқашан сатылмайтын және мұраға қалдырылмайтын мирас ретінде тарту еткен. Ислам тарихында маңызды орны бар қасиетті отау бүгінде Қағбаның қарысында Дарул Хайзуран аталатын діни медресеге берілген.